Саламатсыздар ма, құрметті әріптестер? Бүгін біз 11 сынып қазақ тілі сабағының 3 сабағы бабалар сөзі, даналар сөзі. Оқу мақсаты 11.3.4.1 қажетті ақпараттарды орынды қолданып көтерілген мәселе бойынша өз ойын дәлелдеп эссе жазу. 11.4.1 мәнмәтін бойынша тілдік бірліктерді орфографиялық нормаға сай жазу. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбын ашу үшін қызығушылығын ояту сәтінде миға шабуыл әдісі арқылы тақтаға мына 3 суретті көрсетеміз тақтадан. Осы суреттерді көрсете отырып оқушыларға мынадай сұрақ қоямыз. Бұл суреттерде не бейнеленген? Қазақ қоғамында шешендік сөздің рөлі қандай болған? Мақсаты тақырыпқа бағыттау, алдын ала білімдерін еске түсіру. Сол сұрақтарға жауап ала отырып, болғаннан соң үстелдің үстіндегі кеспе қағаз, сан жазылған кеспе қағаздарды оқушыларға қалаған таңдап алуды ұсынамыз, және таңдап алған санның келесі бетінде топ атауы тұрады, сол атауларға топтастырамыз. Мысалы, Төле би, Әйтеке би, Қазыбек би деген сияқты топтарға бөлінеді. Негізгі бөлім топтық жұмыс. Оқулықтағы екінші тапсырма. Мәтінді талдау. Топқа мәтінді бөліп береміз. Мәтіндегі негізгі ойды анықтау. Бабалар сөзі, даналар сөзі тақырыбында 3 дәлел жазу. Бірінші топқа тақырыбы бабалар сөзі ұлттық тәрбие қайнары мәтіннен даналық сөздердің тәрбиелік мәнін табу. Бабалар сөзінің жас ұрпаққа берер өнегесін дәлелдеп беру. Екінші топқа бабалар сөзі ел бірлігінің кепілі мәтіннен халықты ынтымақтастыққа, бірлікке шақыратын ойларды табу. Бірлік пен татулықты насихаттаған шешендік сөздерді дәлелдеу. Үшінші топқа бабалар сөзі рухани мұра мәтіннен қазақ дүниетанымы мен өмір философиясын бейнелейтін тұстарды табу. Рухани құндылықтар мен ата-баба өсиетін дәлелдеу. Әдіс инсерн әдісі арқылы топ мүшелері ортақ постер жасап, дәлелдерін қорғап шығады. Топтық жұмысты орындап болған соң келесі тапсырма жұптық жұмыс. Тапсырма төмендегі шешендік сөз үлгілерін оқып, қай би немесе шешеннің сөз екенін табу және мәнін түсіндіру. Мысалы, Төбе би сөйлесе, қара қылды қақ жарады. Дос жылатып айтады, дұшпан күлдіріп айтады. Мақсаты ұлттық құндылықтарды шешендік сөздер арқылы тану. Әдісі жұптық талдау. Нәтиже әр жұп 1-2 сөз талдап, сынып алдында қысқаша ойларын айтып шығады. Үшінші тапсырма жеке жұмыс. Бабалар сөзі, даналар сөзі тақырыбына дискурсивті эссе жазамыз. 150-80 сөз аралығында. Эссе құрылымы кіріспе тақырыптың маңыздылығын ашу керек. Екінші бөлім, негізгі бөлім, 2 түрлі көзқарасты көрсету және өз ұстанымын дәлелдеу. Үшінші қорытынды бөлім, негізгі ойды түйіндеу. Әдісі эссе жазу формуласы. Оған кіріспе аргумент, қарсы пікір, қорытынды жазу керек. Қалыптастырушы критерий дескрипторға сүйене отырып, оқушылардың қалыптастырушы бағалауын қойып отырады. Әр тапсырмада мұғалім мен оқушының арасында кері байланыс болып, жұмыстары қалыптастырушы бағамен бағаланып отырады. Берілген тапсырмаларды орындап болған соң шешендік сөз туралы тілдік бағдардан мағлұмат береміз. Шешендік сөз қазақ ауыз әдебиетінің бір түрі, әлеуметтік мәні бар, халық мүддесін көздеген тапқыр да нақыл сөздер жиынтығы. Осы тілдік бағдар бойынша берілген сөздерді орфографиялық нормаға сай жазыңыздар және сөйлем құраңыздар деп даналық, уәж, шешендік, нақыл, дәстүр деген сөздерді ұсынамыз. Сабағымыздың өне бойындағы орындалған тапсырмаларда ұстаз бен оқушылардың арасында кері байланыс болып, әр сабақтың орындалғанына ұстаз қалыптастырушы бағасын қойып отырады. Сабақ соңында сабақ жайлы оқушылардың пікірін білу үшін рефлексия
бес саусақ әдісі арқылы орындалады. Бас бармақ не ұнады, балалы үйрек нені үйрендім, ортаңғы саусақ не қиын болды, шылдыр жүрмек кімге алғыс айтамын, кішкентай бөбек келесіде не үйренгім келеді деген тұстарға оқушылар өздерінің стикерлерін апарып жабыстырады. Ары қарай үй тапсырмасы: өз отбасыңыздағы үлкен кісіден бір шешендік сөз немесе нақыл сөз жазып алыңыз. Оның мағынасын түсіндіріп, орфография мен пунктуация тұрғысынан тексеріп жазып келіңіз деген тапсырма беріледі.